Елімізде жауынгерлік ерлік пен әскери қызмет айрықша құрметке ие. Мемлекеттің шекарасын күзету, халықтың тыныштығын қорғау үлкен абырой мен сенім. Қаражал қаласында отан қорғаушылар күні қарсаңында отан алдындағы азаматтық борыштарын өтеп келген сарбаздарды салтанатты түрде күтіп алу шарасы ұйымдастырылды. Жыл сайын Қазақстан президенті азаматтарды әскер қатарына шақыруды жариялайды. Оны ұйымдастыру жергілікті атқарушы органдарға жүктелген және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға сәйкес жүзеге асырылады. Әскер қатарында қызмет етіп, батырлық пен табандылық, отансүйгіштік пен отанға деген шексіз қызмет етудің үлгісін көрсеткен жас сарбаздар туған жерлеріне еңселерін тік ұстап оралды. Сарбаздар, сіздерді отан алдындағы борыштарыңызды аман есен атқарып, туған өлкелеріңіз, туған қалаларыңыз, Қаражал қаласына келулеріңізге шын жүректен құттықтаймын. Бала тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қарап, патриоттық тәрбие сіңіруде ата-ананың маңызы зор. Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді дарыту, отанға адал қызмет етуіне, білім алуына жағдай жасау ата-ананың басты парызы. Балалары әскерден келіп жатқан ата-аналардың қуанышы бұл күнде ерекше әрине. Бәрімізге қуаныш, осылай қуаныш сәтті болсын. Бәріне айтатын, қалған балалар осылай отанды атқарып, аман есен ата-аналарға несімен қарсы алып жатырмыз. Соның үстіне жақсылық айтатын, рахмет айтатын қазіргі әкімдіктері жақсы ниеттер білдіріп, әскерге келіп жатқан балаларды қарсы алуға жүріп тұр. Бұл біздің Қазақстан бойынша менің білуімше бірінші болып тұрған оқиға. Қаражалдың әкімшілігіне, ата-аналарының әкімдігіне бәріне рахметімді айтамын. Осындай жиі болып тұрса, біздің әскерге баратын балалардың көп болады. Жақсылық баратын ешқайсы әскерге айтпайды. Өте жақсы болып тұрып, мына өнеге нәрсе екен. Мен соған өте қуанышты болып тұрмын. Жалпы ер азаматтың отан алдындағы борышын өтеуі абыройлы іс. Армия өмір мектебі деген қағида қай кезеңде де күшін жоймаған. Бейбіт күннің әскері бірлік пен тыныштықтың сенімді кепілі. Мұқағали Сейітқазы, Айдын Балтабаев, Ұлытау телеарнасы.